Бұрын белгілі бір халықты отарлау үшін қарулы күрес жүретін. Ал ақпарат заманы келгелі, агрессия мен диверсия тәсілі мүлдем өзгерді. Қазір алдымен адамдардың санасын жаулау үшін күрес басталатын болды. Бұл тәсілдің қаупі тіптен бөлек. Оған ақпараттық соғыс деп айдар тағылды. Осы тәсілді кейінгі кездері интернет пен әлеуметтік желіні арқына көндірген деструктивті діни ағымдар да шебер қолданатын болған. Олар адамдардың ойын жалған ақпарат, идеологиялық ықпал, психологиялық манипуляция арқылы өзгертуді меңгерді. Бұрынғыдай көше кезбейді, жасырын орындарға жиналып насихат жүргізбейді. TikTok, YouTube, Telegram, Instagram секілді платформалар арқылы әрекетке көшті. Деструктивті діни ақпараттың ең қауіпті тұсы оның бірден радикал ұранмен шықпайтынында. Көп жағдайда мұндай контент адамға шындықты айтқандай, дінді таза түсіндіріп жатқандай көрінеді. Әсіресе өмірден өз орнын таба алмай жүрген, психологиялық күйзелістегі немесе діни сауаты төмен жастар мұндай ықпалға тез түседі. Соңғы жылдары біздің елімізде де түрлі платформаларда дінді желеу етіп сөйлейтін, бірақ дәстүрлі діни құндылықтарға қайшы пікір тарататын адамдар көбейді. Олар ұлттық дәстүрді дінге қарсы етіп көрсетуге, қоғамды таза және адасқан деп бөлуге тырысады. Мұндай ақпараттың қауіптілігі оның адамдар арасында күмән, үрей, жік тудыруында. Қазақ халқы ешқашан дінді қатыгездік пен өшпенділік құралына айналдырмаған. Ұлттық рухани дүниетаным әрдайым сабыр, сыйластық, үлкенге құрмет, бірлік ұғымдарымен астасып келген. Сондықтан деструктивті діни ағымдардың ықпалына қарсы күресте тек тыйым салу жеткіліксіз. Ең алдымен жастардың діни сауатын арттыру, сыни ойлау қабілетін дамыту, отбасындағы тәрбие мен ұлттық құндылықтарды күшейту маңызды. Бүгінде ең үлкен соғыс майдан даласында емес, санада жүріп жатыр. Сол себепті әр адам ақпаратты саралай білу керек. Себебі жалған немесе деструктивті ақпарат кейде қарудан да қауіпті болуы мүмкін.